Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды салып, үстіне қантты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне бір шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды кішкенеден қоса отырып, миксермен араластырып аламыз. Қамырды қолымызбен біріктіріп шығамыз. Содан соң қамырымызды формамызға әдемілеп жайып орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см, 24 см-лікті қолдансаңыздар да болады. Салмасын дайындағанша форманы тоңазытқышқа сала тұрамыз. Салмасына 500 грамм сүзбеге қант, жұмыртқа, 2 қасық қаймақты қосып, блендермен жақсылап езіп алдым. Сүзбе түйіршікті болғандықтан бір келкі болу үшін блендермен езіп аламыз. Егер де түйіршіксіз болса, миксермен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Тоңазытқыштан форманы алып, дайын болған салмамызды құямыз. Бетін әдемілеп тегістеп, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Осылай беті сарғая бастаса пісті деген сөз, духовкадан ала берсеңіздер болады. Біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Енді оны толықтай бөлме температурасында суытып аламыз. Суыған соң ыңғайлы болу үшін осылай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Одан соң оны тоңазытқышқа кемінде 3-4 сағатқа салып қоятын боламыз. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, тез әрі оңай дайындалады. Рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.